демекеннің жылағанның сықтағанның қажеті жоқ, егер соның алдын ала алмасаңыздар. Осы Тікшектің рағы өте өршіп тұр бүгінгі таңда. Ерлердің арасында өте көп. Игерілмей қалады. Сонымен оның барлығы ақша желге ұшып жатыр. Өкімет ракпен ауырмасын біздің халық деп ақша бөліп жатыр. Ол ақша желге ұшып жатыр. Өйткені біздің азаматтар құқығын білмейді. Сосын ракпен ауырмас үшін мемлекеттік бағдарлама бар, сол туралы бір ауыз айта кетейін. Әрбір миллиондаған, миллиардтаған ақша бөлінеді, бірақ адамдар өзінің құқығын білмейді. Соны өтуіңіз керек екен. Әрбір сіз поликлиникаға тіркеліп тұрсыз. Әрбір азаматқа сол поликлиникаға миллиондаған ақша бөлініп жатыр. Мысалы, скрининг рак шейки матки, жатыр мойнының обырын анықтау үшін 30 жас пен 70 жастың аралығындағы әйел әрбір 5 жыл сайын тегін скринингтік тексеріс өту керек. Ол жерде мазок алынады, онко раковый клетка бар ма, жоқ па. Скрининг рак молочной железы, сүт безінің рагына 40 жас пен 70 жастың аралығында әрбір 2 жыл сайын маммография өтуіңіз керек. Әрбір колоректальный рак, тікшектің рағы өте өршіп тұр бүгінгі таңда. Ерлердің арасында өте көп. 50 жас пен 70 жастың аралығында 2 жылда 1 рет тапсырып өтуіңіз керек. Скрининг артериялы қан қысымы, сахарный диабет, ишемическая болезнь сердца, жүрек қан тамыры, жаңа инфаркт, инсульт дедім ғой, соларды да 2 жылда 1 рет 40 жастан әрбір 2 жыл сайын 70 жасыңызға дейін өтіп тұруларыңыз керек. Тегін да? Тегін. Бұл мемлекеттен қаржы бөлініп жатыр, бірақ адамдар соны өтпейді, және оның мағынасын түсінбейді. Көп жағдайда медсестраңыз участковый шақырса, сіз айтасыздар, мен сізге отқа жазып беремін, мен уақытым жоқ, бармаймын, анау мынау, сосын ол скрининг ақшалар игерілмей қалады. Сонымен оның барлығы ақша желге ұшып жатыр. Өкімет ракпен ауырмасын біздің халық деп ақша бөліп жатыр, ол ақша желге ұшып жатыр. Өйткені біздің азаматтар құқығын білмейді. Нейромаркетинг туралы айттым жаңа, бізге не ішесің, не жейсің, есі дұрыс адам жыртық джинсы кимейді ғой, бірақ сол нейромаркетинг арқылы бізге соны рекламадан көрсету арқылы не жейтінімізді барлығын бізге үйретіп отыр. Соған біз жетегінде кетіп бара жатырмыз, ана конвейердағы сәбилер сияқты. Тәуелдіміз. Сол үшін саналы түрде үлкен ми қыртысын қосамыз. Сәбиіңізді ертең ракпен, я болмаса даму ақауы, жүрек ақауы пайда болғаннан кейін емдегеннің, жылағанның, сықтағанның қажеті жоқ, егер соның алдын ала алмасаңыздар. Осы білімсіздіктің кеселінен біз ана немене береміз, картошка фри. Еще немене кетчуп қосып береміз де. Сырт көзбен қарағанда сен мынау сондай бір арам адам, мына балам ракпен ауырса екен деген адамсың сен. Білімсіздіктің кеселінен. Мысалы, сіз егер бақытты отбасын құрып, өзіңіздің денсаулығыңызға сенімді болып, дүниеге дені сау ұрпақ әкелгіңіз келсе, не істеу керек? Сондай ой туды ма сіздерде бүгін? Бастарыңыз мынандай болып жатыр ма? Не істеу керек деп, соны біз анау жіпті жинаған сияқты сіздерге көмектесеміз. Бар ғой, ана айтамыз, еврей ауырмай тұрған кезде барады екен, орыстар ауырғанда барады, қазақтар өлейін дегенде барады дейміз, өзіміз жырқ-жырқ етіп күлеміз. Күлетін нәрсе емес. Оған айту күлкің көмір болсын деп, күлкің өшсін деп айту керек. Ол күлетін нәрсе емес, ол адамның өмірі.